Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылда гараж. Бүгін бізде бұйырса Nexia-ның соңғы бөлімі. Бұл видео алдыңғы екі видеомен тікелей байланысты, сол себепті алдыңғы видеоларға өтіп міндетті түрде көріңіздер. Видео басталмай тұрып, арнаға тіркеліп лайк басып қолдап отырыңыздар. Жалпы біз моторын салып жинап қойдық. Бұйырса май суын құйып оталдырамыз. Торпеда тұратын колонкаларды ауыстыру керек. Мына екеуін. Оны ауыстыру үшін торпеданы толықтай шешу керек. Алдымен рульді шешіп алу керек. Рульдің болтын босаттық, бірақ бізде шықпай жатыр. Жалпы Nexia-ның осы рулі жабысып қалатын бір ауруы бар. Қазір енді шықса шығады, болмаса шықпай алатындай жолын іздестіріп көреміз. Щиток мынаяқтағы бәрін шығарып алу керек. Алар шығу үшін бірінші мынаны алып тастау керек. Былай төмен қарай басылады. Осылай шығады. Мына құлақтар іліп тұрады просто. Осыларны шығарып болғасын. Мына жерде мында шуруптар бар. Осы шуруптарын ағытып мынаны шығарып аламыз. Мыналар бірақ сынық екен, бізде шашылып кететін сияқты қазір ашқан кезде. Жалпы ақырындап шашып бастаймыз қазір. Қандай жағдай болатынын көреміз. Рөлді ұрып әйтеуір шешіп алдық. Шықпай қала ма деп қорқып едім. Торпедан шешкен кезде щитоктың да лампаларын ауыстырып жібер деген, жанбайды деген, сөйтсем бірақ лампасы бар екен мына шетте. Мына үшеуі жоқ екен. Болт шуруптарын бәрін шешіп болсақ та, мына жағы бірдеңеге іліп тұрды. Сөйтсек, мына жағында бір гайка болады екен. Мына жерде 13-тік гайка, осыны шештік, уже қазір шығу керек бұйырса. Торпеданы шешіп алдық. Колонка енді торпеданың астында мынандай пластмасс тұр. Мындай шуруптармен қатқан. Осының ішінде тұрады. Мынаны шығарып алып, колонканы аламыз. Nexia-ның печкасы терезеге ұрмай қалатында осы пластмассадан. Осы пластмасса арқылы терезеге өтеді. Мына жерге кеп екі кофра кіреді печкадан. Осы пластмассаның іш жағы міне мына жерінде қосылған жерінде мынандай губка тұрады. Көрініп тұр ма? Уақыт өткесін осы губка жылжып кетеді, ашылып кетеді, сосын міне мынандай болып ашылып тұр міне. Печка осы жерден далаға шығарып тұра береді, терезеге ұрмайды. Осы губкаларын ауыстырып жіберу керек, немесе герметик жағып жіберу керек. Сосын печкадан проблема болмайды. Мына пластмассаның ішкі жағынан көрінісі. Колонканың шуруптарын шешіп алып, былай алып тастаймыз. Мына жақтағы жаңа губканың жағдайы мынандай болып тұр міне. Мына жерлер тиген, қара болып тұрған жерлері жабысып тұрған. Мына жақтар ашылып кеткен. Міне осылай ашылып кетеді. Уақыт өткесін жылжиды. Мынау осының бәрін алып тастап ауыстыру керек. Сонда жел сыртқа кетпейді, прям терезеге ұратын болады. Задний видті нужныға орнына қойып тоқтарын жалғап қойды. Мына жағында болт кіретін мынандай тесіктерінде кішкене разница бар екен. Кішкене сверлетілді. Проводы мына жақтан өтіп, мына жерден поворотникке шығатын жерден былай жалғанды. Мына жақтан енді торпеда жоқ кезде центр замоктың да проводтарын өткізіп жібереміз. Қазір пока осылай қосылып тұр. Проба көреміз қазір қалай істейтінін.
нормально болып жатса, мынаның бәрін астынан әдемілеп жіберіп, торпеданы жауып тастаймыз. Пока бізде мына жақта бәрі шашылып жатыр. Центр замокты прямо аккумуляторға былай тигізіп көреміз. Нормально болып жатса, мына жерден постоянно плюсқа, замокқа келіп тұрған постоянно плюсқа плюс жалғаймыз. Өзі мына жақта бір плюс қана и бір минус қана. Мынаны корпусқа береміз. Мынаны осы замокқа жалғаймыз қазір. Тексеріп көрейік. Қосылды. Так, что-то бізде тимей қалды ғой деймін. Плюс тимей тұр екен сәл. Есік ашып тұрған кезде мынау істемей деген. Жапсаң ашып тастай береді. Есік жауып алу керек. Көрініп тұр ма мына жерден? Мына есіктің ручкаларында боя жүрейін деп жатырмыз. Осылай бояған кезде бізде мына жақтарына краска жетпей қалайын деп тұр мына жерлеріне. Соның үшін мына жерін бөліп ашу керек. Былай ашылып жатыр міне. Бұлай шешіп алу үшін бірінші мына сымның бас жағын тегісте жүру керек. Сосын былай қарай шығарылсын. Мына жерде сосын замокқа іліп тұратын жердегі мына пластмасын шығарып тастау керек. Осылай екіге бөлінеді. Тонировканы екі боковойына ғана жабыстырдық. Артқысына жабыстыра алмадық. Жабыстыра алмағанда ала алмадық есік тонировкасын. Қатты жабысып қалған, кішкентай кусоктан жыртылып кете берді. Сонымен тоқтаттық. Біздің жүйкеміз бұған шыдамады. Ар жағынан тонировщиктерге апарып жасатар. Машина оталып жақсы жұмыс істеп тұр. Енді кішкене күтіп айдап обкаткадан жақсылап шығару керек. Обкаткадан шығармай қой деген өтірік әңгіме. Май жеп тұрған машинаға міндетті түрде обкатка жасау керек. Егер май жемей, грем үзіліп кетіп клапан майса, ол кезде енді обкатканың керегі жоқ. Мына жағдайда бізде міндетті түрде обкатка керек. Жалпы алдыңғы видеода осы мотор жайлы бір-екі жаман пікірлер жазылды. Болмайды, гезін жондыру керек деген сияқты. Біз де қатты ақымақ емеспіз. Бүгін жөндеп отқан жоқпыз моторды. Красканы кеше бастаған болсақ, мотордың тарихы тереңде жатыр. Біраз тәжірибеміз бар. Соған сүйене келе, минимальный расходпен ұзақ уақыт жүретіндей осындай бір жұмыс жасап жатырмыз. Поршын ауыстырғанмен, гильз жондырғанмен де машина 10 жыл жүріп бермейді. Ал біздің мына жасағанымыз, Құдай қаласа, 2 жыл жүріп береді. Осындай айлықтан айлыққа жүрген адамдарға лишний расходсыз, минимальный ақшамен көп уақыт жүретіндей жасап жатырмыз. Ауыстырылған бөлшектерін айта кетейік. Алдыңғы бампер, фаралары, решетка, мына бір крило салынды. Тайваньский крило. Тайваньский крилоның бір минустары мына жері жетпей қалады екен. Мына жерден келеді. Алдын біз кішкене ұшын шығардық, өсірдік былай айтқанда. Сосын мына поворотник симай қалады екен. Кішкене тесігі кішкентелі, осын үлкейттік. Крило ауысты. Осы мына повторительдер жаңадан салынды. Боковой мынандай айналар салынды. Рестайлинг, бірақ оригинал емес. Өзіндікі простой болатын. Молдингдар ауысты барлығы. Петровиктер жаңадан салынды, тонировка басылды. Артқы бампер. Мына жақта Nexia дейтін пластик. Енан Deo Nexia дейтін жазулар жабыстырылды. 100% идеал болды деп айта алмаймын. Кішігірім косяктар бар. Енді біз зауыттың жағдайына жеткен жоқпыз. Бірақ алдыңғы жағдаймен салыстырғанда өте керемет болды деп айта аламын. Бұйырса қызық жері енді басталайын деп тұр. Ақшасын есептейік, қанша ақша кетті. Енді бұл жерде біраз нәрселер ауысты. Бұл машинаның иесі енді біз ауылда қанша жыл бірге көрші отырғанбыз, туысқандай болып кеткен. Әдемілеп жасап бер деп өтініш жасады. Ақшасын бәрін бізге беріп отырды. Біз керек
заттардың бәрін алдық. Енді қай бөлшек қанша теңге тұратынын әрқайсысын бөлек-бөлек айтпай ақ қояйын, жалпы айтайын. Бірінші барған кезде алдыңғы бамперді, крылоны, ішіндегі бампердің ішінде тұратын пластмассалар, болттарын, біраз майда дүниелер алып келдік. Сол кезде 32 000 теңге жұмсап келдік. Екінші барған кезде артқы бамперлерді, тағы да ұсақ түйектер бар. Нақты есімде жоқ, бірақ кеткен ақша екінші барғанда 29 000 теңге жұмсадық. Үшінші рет барған кезде біз моторға кольца, вкладыш, жалпы мотордың керек дүниелерін алып келдік. Оған бізде 43 000 теңге кетті, май суды қоспағанда. Төртінші рет барған кезде бізде боковой рестайлинг айналарын, ішінде колонкалар бар, центр замок бар, сосын май антифриздері бар. Осының бәріне 49 000 теңге кетті. Соңғы барған кезде бізге фара, сосын повторительдер, артындағы жаңа нексейдің жазулар, пластмасса, сцепление, цилиндр, тағы да майда осындай ұсақ түйектер бар. Соңғы барған кезде 45 000 теңге жаратып келдік. Осының бәрін қосқан кезде бізде 198 000 теңге кетті материалына. Ал енді біздің жұмыс ақымызға келетін болсақ, бұл жігіт бізге ең төменгі бағамен жасап берді. Бірінші айтқан бағамыз біздің 200 000 теңге болатын покраскісіне. Тағы да минимальный төмендетіп, по-свойски деп 170 000 теңге жасадық материалмен бірге. Моторына минимальный 30 000 теңге қойдық жөндеуге. Жалпы қосқанда 200 000 теңге болды. Ең бірінші келісім осындай болды. Енді ары қарай бізде кішкене жұмыстар қосылды. Оны енді өзара есептесеміз. Бұл жерде қосылғандар: титанканы бояу, колонка салу, центр замок салу, тонировка, жаңа цилиндрлары бар, тағы да осындай ұсақ түйектері бар. Оны енді өзара келісіп жатамыз. Жалпы бұл көлікке кеткен қаражат осындай. Өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Осынша ақша салу қаншалықты өзгеріс алып келді. Видеоны лайк басып, арнаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.